Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге винегрет салатын дайындаймыз. Дайындалу жолы өте оңай, бірақ та денсаулыққа пайдалы салатты менімен бірге дайындаңыздар. Бізге қажетті заттардың барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазылады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тұздалған қиярды, сәбізді, картопты және қызылшаны 4 бұрышты бөліктерге бөліп турап аласыздар. Туралған көкөністердің үстіне консервадағы горохты және квашеный капустаны салып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, сұйық май қосып жақсылап араластырасыздар. Осымен біздің винегрет салатымыз дайын болды. Қазір көктемнің кезінде өте дәруменге толы көкөністерден тұратын салатты отбасыңызға дайындап берсеңіз болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.